Сәлеметсіздерме 3-ші сынып білім алушылары. Сіздермен мен Жақсылық Ләззат Қалдыбекқызы математика пәнін жүргізетін боламын. Сабақтың тақырыбы разрядтан 2 рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі. Бүгінгі сабақтан сен жазбаша көбейту және бөлу алгоритмін қолдануды үйренетін боласың. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты мынандай жағдайларда 23 пен 2-нің көбейтіндісі, 123 пен 2-нің көбейтіндісі, 46 мен 2-нің бөліндісі, 246 мен 2-нің бөліндісі, 2 таңбалы, 3 таңбалы сандарды 1 таңбалы сандарға жазбаша көбейту мен бөлу алгоритмдерін қолдануды үйренесің. Орыстың ұлы жазушысы Александр Сергеевич Пушкин. Қараңыздар, есеп бойынша мәнін сәйкестендіреміз. Жарайсыздар, мәні 230-ға тең. Қанекей балалар, еске түсіріп жіберейік. 9 бен 2-нің айырмасын 2-ге көбейтіп, 3-ге қосамыз. Ол үшін әуелі жақша ішіндегі азайту амалын орындаймыз. 9 бен 2-нің айырмасы 7-ге тең. Екінші амал, көбейту амалын орындаймыз. Ол үшін айырманың мәнін 2-ге көбейтеміз. 7-ге 2-ні көбейтеміз. Көбейтіндінің мәні 14-ге тең. Соңғы амал, көбейтіндінің мәніне 3-ті қосамыз. Өрнектің мәні 17-ге тең. Балалар, еске түсіріп болсақ, бірінші тапсырмаға назар саламыз. Амалдардың орындалу тәртібін анықта. Өрнектерді баған түрінде жаз. Балалар, үлгіде көрсетілгендей, бірінші көбейту, екінші азайту, үшінші бөлу, төртінші қосу амалдарын орындаймыз. Ендеше оң жақ бұрышта тұрған тапсырмаларды орындаймыз. Ендеше балалар, жауаптарын тексеріп көрейік. Балалар, ендеше сіздерде де осылай жауап шықты деп ойлаймын. Келесі есепке назар аударамыз. Келесі есеп, достарымызға көмектесейік. Достарымыз теңдеу шығарудан қиналып тұр екен. Қане, барлығымыз көмектесіп жіберейік. Балалар, мұқият қарап, жауаптарын тексереміз. Жарайсыздар, сіздерде де дәл осындай жауап шықты деп ойлаймын. Келесі есеп. Есептерді шығар. Александр Сергей Пушкиннің музейіне бару үшін әрқайсында 25 студенттен 4 топ және әрқайсында 25 оқушыдан 3 топ жолға шықты. Барлығы қанша адам жолға шықты? Мұқият түрде есептейміз. Қане, енді жауаптарын тексерейік. Ең бірінші шарт құрып аламыз. 25 студенттен 4 топ, 25 оқушыдан 3 топ. Барлығы қанша адам жолға шықты? Шешуі, 4 пен 25-тің көбейтіндісін 3 пен 25-тің көбейтіндісіне қосамыз. Мәні 175-ке тең. Барлығы 175 адам жолға шыққан.
Келесі тапсырма 6-шы есеп. Сурет бойынша шешуі төмендегі өрнектерге сәйкес келетін есептер құрастыр. Мұқият қарай отырып есеп құрастырамыз. Ендеше балалар, жауаптарын тексерейік. Балалар, сіздерде де есептің мәні осылай шықты деп ойлаймын. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, кері байланыс жасайық. Менің қолымнан келеді. Арифметикалық амалдардың орындалу ретін білемін. Иә жәшігіне қойыңыздар, немесе жоқ жәшігіне қойыңыздар. 2 таңбалы, 3 таңбалы сандарды 1 таңбалы сандарға көбейту алгоритмін қолдана аламын. Түсінсеңіз иә жәшігіне, түсінбесеңіз жоқ жәшігіне қойыңыздар. Жарайсыздар балалар. Ендеше сіздерге оқу тапсырмасы 7-ші есеп 89-ші бетте А және Ә есептерін шығарамыз. Сабақ аяқталды балалар, сау болыңыздар.